тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Алипбаева Алия Абдигбаттанқызы. Мен үшін сабақ ол ұстаз бен шәкірт арасындағы адами қарым-қатынас. Менің сабақтағы мақсатым баланың басқаға ұқсамайтын қасиетін аша білу. Мен әрқашан баланы таң қалдыруды ұмытпаймын. Себебі даналыққа ұмтылу таң қалудан басталады. Мен үшін әр бала табиғаттың ғажайып құбылысы. Осы ғажайып құбылысты ашу үшін мен жан-жақты бәсекеге қабілетті маман болу үшін педагогикалық шеберлігімді арттыру мақсатында өзімнің тәлімгерім Тасқанбаева Гаухардас Мелдебекқызымен бірлесе жұмыс жасаймын. Арыстанбек Фараби Бақытова, Құлан мектеп гимназиясы, қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі. Жұмысқа жас маман болып келгенде күн тәртібінде көптеген мәселелер туындады. Бірақ тәлімгеріміз жүйелі жұмыс жоспарын құрып берді. Себебі қымыржымен болған сабақ жинақы, шашыраңқы емес, құрылыммен жүреді. Арқау болып есімі жырдан жырға, адамзатқа алып болып тұрған тұлға. Әрбір азаматтың бойында ерекше сезім оятуда. Бастама аясын жасаған жақсылығын жүректен жүрекке, көптің көңілінен шығып, өскелең ұрпақты жақсылық жасауға үгіттеу болып табылады. Ұстаз талантты болса, шәкірт талапты болады. Сөз соңында айтқым келетіні, осы жолда теңдессіз қажырлы еңбек етіп келе жатқан алдыңғы толғын аға бауырға ұзақ ғұмыр, жақсы өмір тілеймін. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға.